Ассалаумағалейкум, футбол сүйер жанкүйер. Біз бүгін биылғы маусымның соңғы Эл классикасы жайлы талдайтын боламыз. Барселона Реал Мадрид кездесуі. Бұл ойын өзінің нағыз деңгейінде өтті және біздің студиямыздың тұрақты сарапшылары Нұркен Мырзағалиев және Дидар Қадыров. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бұл ел күткен Эл классико болды ма? Жалпы шынында да Барселонаның 4 ойында да Реалды жеңуі қалай, енді былайша айтқанда заңдылық деп айтсақ бола ма? Шаршап қалған сияқтымыз, иә. 4-ші Эл классико кубоктың финалынан кейін қайтадан дәл осы командалар кездесіп жатыр. Бір тосын сый да көрген жоқпыз. Қазіргі Реал Барселона дайын емес сияқты. Енді Хаби Алонсо келсін. Содан кейін көреміз қандай өзгерістер болатынын. Сол кезде мүмкін Эл классиканы аса қатты күтетіндей болатын шығарсың. Енді жалпы ресми ақпаратпен сөйлейік. Анчелотти енді осы соңғы Эл классикасын өткізді және Бразилия ұлттық құрамасына енді баптауға алдағы уақытта сөмкесін енді дайындап асықпай енді өз жұмысын ауыстыратын болады. Ал енді Реалға жақын арада Хаби Алонсо келуі керек. Үлкен дағдарыс. Түсінікті Реалда. Қош бол Карло ата дейміз. Реалға қазірге заманауи футболды көре білетін, түсіне білетін жас бапкер керек деп ойлаймын. Себебі Реалдың, мен ойымша, енді футбол қазір өзгеріп жатыр ғой. Сол себепті Реалда болған Анчелотти енді ескіріп қалған сияқты болып көрінеді. Дегенмен енді мықты бапкер ғой, бірақ уақыты келген сияқты. Бразилия құрамасына сәттілік тілейміз, ал Реалда жаңа бапкерді күтеміз. Негізі басқа опция да болған ғой. Рауль Гонсалес, Реал Мадридтің аңызы. Қазіргі таңда Кастилияда емес, ол системада жұмыс істеп жүр ғой. Ол ең біріншіден авторитет Хаби Алонсо. Хаби Алонсо да түсінікті, бірақ ол сондай системный тренер да. И ол үлкен сұрақ. Әлде Европада да осындай сұрақты қойып отыр. Реалға системный тренер керек пе? Әлде оларға сондай мотиватор, ойыншылармен бір тілде сөйлейтін бапкер керек пе? Жоқ, Реалға жүйеге, системаға кірмейтін ойыншылар көп емес қой, тек Винисиус пен сол кім ғой, Мбаппе ғой, Джуд Беллингем жүйеде жұмыс жасай алады. Бірақ сен өзің айтып жүрдің ғой, Нұркен. Қазіргі таңда футболда 11 ойыншы шабуылдайды, 11 ойыншы қорғанысқа қатысады. Ол Хаби Алонсоның футболы сол, дәл сол. Жоқ, бұл жерде енді бас сұрақ былай ғой. Анчелоттидің футболында Мбаппе мен Винисиусқа еркіндік берілді. Олар сол еркіндікке жалпы үйренді. Мбаппе тіпті ПСЖ кезінен бастап үйреніп қалған ғой оны еркіндікке. Енді қазір Хаби Алонсо келгеннен кейін ол Мбаппе мен Винисиусты өзінің футболына кірістіреді жүйесіне. Я болмаса Мбаппе мен Винисиустың жұлдызына көне қояды да, оларға еркіндік беріп қояды. Болды. Содан бастайық. Реалдың ойында система болды ма? Болған жоқ па? Жүйе болды. Қазір ең бірінші суретке көшейік. Бұл осы ойындағы футболшылардың орналасуы неге назар аударуға болады? Мен басты назар аударғаным Барселонада Рафиня әдеттегіден қарағанда, оны алдыңғы Чемпиондар лигасындағы ойындарға қарағанда, Ла лигадағы ойындарға қарағанда Рафиня сәл ортаға қарай ығысып тұр, және де әдетте Ферран Торреспен бір деңгейде болатын еді, олар қазірде Рафиня жоғары тұр. Бұл мен ойлаймын Фликтің осы ойынға дайындаған үй тапсырмасы, Фликтің жаңа тактикасы, және де оның алдындағы ойындарда біздер енді Жерар Мартинді жамандап жүргенбіз, бірақ уақыт өте келе қай студия болсын, соңғы үшінші студиямыз ма, Жерар Мартинді мақтауға айтуға болады, оны ойынға кірістіріп, Флик оның қасиеттерін пайдаланып жатыр, жақсы әсіресе пас асыру қасиетін. Жалпы бәрі әдеттегідей, мынау қосалқы құрамнан қосылған ойыншылар ма, 4-ші номердегі бұл. Бұл енді Барселона есепте алда болған кездегі ауысулар ғой. Ал Реалға келетін болсақ, мұнда енді Реалдың тактикасы, кәдімгі бұл ойында не болды деген сөзге жауап беретін тактикасы ғой. Көбінесе ойыншылардың басым бөлігі қорғаныста, және де алда жалғастырып екі жігіт қалып қойды. Жұп болып, ол Винисиус пен Мбаппе, және осы екі футболшының арқасында жалпы Реал жауап беруге тырысты.
Келесі статистикамызға қызықты 19 нөмірлі бұл Дани Сибалис қой, иә? Қорғаныста кіммен бірге, Асенсиомен бірге қалып қойды ғой. Ал бірінші таймнан кейін Сибалисті алып тастады ғой алаңнан. Менің ойымша дәл осы ойында мүлдем көрінбеген ойыншы осы. Арда Гүлермен бірге. Ойынға мүлдем кірмеген сияқты да олар. Мүлдем кірмей ойынға, сол себепті олардың ауысуы бұл заңды түсінікті затты. 10 пастан ас дегендер жартылай қорғаушы ретінде ойнасан, сол позицияда менің ойымша бұл провал. Және де Реалдың қорғаныс сызығын қараңыздар, өте төмен орналасқан. Барселона керісінше жоғары орналасқан. Ол жалпы енді Барселона ойын стилі ғой, олардың ойын сызығы әрдайым жоғары болады, және де оның алдыңғы бағдарламада айтып өткенбіз біздер, Барселона әрдайым искусственный офсайд дейді ғой, соны пайдаланады. Қорғаныстағы басты элементтердің бірі, сол себепті олар жоғары ойнауға қорықпайды, бірақ дегенмен де бұл олардың мықты тұстарының бірі және осал тұстарының бірі деп аталған Барселонаның. Және матчтың басында негізі Ханси Флик енді пресс-конференция өткізді, сол кезде айтқан, біз енді қорғаушыларымызда біршама қателіктер бар. Мартен енді үйреніп келе жатқан ойыншы, Кубарсиді енді денсаулығына байланысты енді оны екінші таймда ауыстырып жіберді, және енді айтқан болатын, біз прессингке жақын ойнауымыз керек, өйткені Реалдың шабуылшыларын білеміз деді, жаңа Винисиус өте қатты жүгіретін ойыншылар қысым түсіру мүмкін деді. Жалпы енді бұл матчта қарасақ, Винисиус енді шабуылды өте жиі араласты, Мбаппе де гол соқты. Былайша айтқан кезде тағы да Барселонаның қорғаныста мәселесі әлі де бір түзелмегенге ұқсайды. Кубарси жарақат болды ма, әлде не болып қалды оны? Матчтың негізі барысында ол ойынға шығуға дайын болған, бірақ уақыт өте келе екінші таймның ортасында бапкерлеріне айтқан секілді іш құрылысым ауырып тұр деген сияқты. Бірақ енді ол алаңда екінші таймда 17 минут өнер көрсетті, одан бірден ауыстырып тастады. Матчтан кейін Фликтің өзі айтты, жағдайы оның денсаулығына байланысты ауыстырылды. Кубарсиден онда кешірім сұраймын, мен осы ойынға дайындалған кезде дымын қалдырмай жамандап едім. Енді шыны керек, Кубарсидің бұл сәтсіз ойыны болды. Қателіктер көп болды. Ал келесі статистика бізде бұл Хадл компаниясынан алған статистика, әлемдік компания осы ойынды саралап бізге дәл осындай сандар берді. Сандар сөйлесін деп айтайық, допты тартып алу жағынан көріп отырғаныңыздай Реалда көп, яғни түсінікті олар қорғаныста болды, көбінесе допты қармап алу, яғни перехват дейді, перехват жағынан Реал әлдеқайда жоғары, екі есе жоғары деп айтуға болады. Және допты қайтару, ол выносы и штрафной, айбалаң сыртынан допты шығару жағынан да Реалды көріп отырғаныңыздай 15 рет, бұл енді паниканың белгісі деп айтпай ақ қояйын, бірақ соған жақын дүние ғой. Сен допты қай кездері алаңның жедел шығарады? Паника болған кезде, қысым болған кезде. Көріп отырғаныңызда Реал бұл неге көбірек келген әрекетке. Қорғаныстағы қарсыласқа берген әрекеттер саны және қорғаныста пас беруге, айбалаң ішінде, айбалаңның жақын жерде пас беруге көп мүмкіндік берген тағы да Реал. Бұл да түсінікті неге екен. Осы көрсеткішті тек қана Нұркен Мырзағалиев Қазақстанда түсінетін шығар, попыда дегенді. Бірақ негізі Европада қолдана береді бәрі. Ал енді біз шабуылдағы статистикалық мәліметтерді көрейік. Түсінікті, екі құрамада жақсы шабуылдар, бірақ Барса сәл басым болған екен. Барлығы Барсада көріп отқаныңыздай 54 шабуыл, оның 21 соққымен аяқталды. Реалда енді ұят, 21-де жетті деген Реалдың фанаттар ренжімесін, бірақ енді бұл біз өзіміз қолмен санап отқан жоқпыз. Бұл әлемдік компанияның берген статистикасы ғой, осы 7 соққының 3-і голмен аяқталды. Позициялық шабуылдар соққылармен түсінікті, бұл Барсада жоғары, себебі Барса позициялық шабуылда көп болды, допты көп ұстады, негізінде Реалға мұндай шабуылдарға жасауға мүмкіндік берген жоқ. Қарымта шабуылдар бұл жерде Реалдың басымдылығы түсінікті, 1-4. Айып соққылар, қақпаға бағытталған соққылармен Барселонада көптеу, Реалда 0. Бұрыштамалардан бағытталған соққылар 10-4, 2-0. Яғни Реал бұрыштамаларға мүлдем дайындалмаған сияқты, я болмаса бұрыштамаға жеткізе алмады. Я болмаса бұрыштама саны аз болып қалды. Қызықта 70-ші минутта Реалда бірінші бұрыштама болды. 10-0 сол кезде.
реалдың болельшіктері ренжімесін, бірақ мен оны қарап ол да отырған кезде түсінікті жоқ, оны да айту да қажет емес қой, өйткені әрбір үлкен команда менің ойымша дағдарысты өтетін болады. Иә. Ол да түсінікті, сондай спад болады әрбір командада. Манчестер Юнайтед, бірақ олар дәл осы дағдарыстан шыға алмай жүр. Сити Дағдарыс деуге болмайды, ну негізі Қитсашы. болды осылай. Реалда қазіргі таңда Реал қай тұспен шабуылдады? әрине Бірінші кезекте орталықпен, себебі бұл жерде Джуд Беллингем, бұл жерде Мбаппе көбінесе осы жақтан ашылды. Сол жақта 7 шабуыл болған. Бұл 19% дегенім сөз. Бұл жақта не екен түсінікті. Бұл жерде Винисиустың үлесі зор, ал оң жақта 0, себебі оң жақтағы жігіттер кім ойнады мысалы? Лукас оң Васкес. жақта? Лукас Васкес пен Арда Гюлер бірінші таймда, екінші таймда Арда Гюлердің орнына Брайм Диас. Бірақ ол да сол жаққа ойысып жүрген көбінесе. Демек, шабуылдау жағынан Реалда бұл ойында мүлдем әрекет болмады оң жақ флангпен, оң жақ қапталмен. Лукас Васкес бір голды алып келді емес пе осы ойында? Иә. Шабуылда да өзін көрсете алмады дейді. Бір жағынан менде бір гипотеза бар, неге 0. Басында айтып өткендей, Рафиня ортаға қарай қысып жүрді ғой. Мен ойымша сол Лукас Васкес сол Рафиняның артынан қалмай ортаға қарай қысып жүрді. Сол жерде қазір біздің дайындаған нелеріміз бар, видеоларымыз бар, сонда көресіздер неге олай болған. Бір жағынан сол Рафиня Васкесті өзіне ғашық қылып қармап алды да. Сол қасынан жүрмей қойды, осы қасынан көлеңке сияқты еріп жүрді. Сол да басты себептердің бірі деп ойлаймын мен. Барселонаның шабуылдар үлесі бұл жерде бәрі түсінікті. Орталықта неге орталықта көп шабуыл болды? Себебі бұл жақта Ферран Торрес бар, бұл жақта Дани Ольмо, бұл жаққа Педри да көбінесе шабуылдар қосылды, және де ортаға қарай Рафиня көп ығысты. 23 шабуыл сол қапталмен жасалды. Бұл жерде жас жігіт Жерар Мартиннің үлесін айтып өткен жөн. Енді ол Тео Эрнандес сияқты айбалаңа дейін кіріп қосыла алмайтын шығар. Бірақ дегенмен де айбалаңа жақындап, оның кросс шығаратын әдеті бар. Және де сол жағынан ол енді еті үйреніп келе жатыр да соған. Енді үйреніп келе жатыр, енді өзіне сенімділік пайда болды деген сияқты. Және де Ханс Флик енді оның жақсы қасиеттерін пайдаланып келе жатқан сияқты. Келесі маусымда қалай болатыны белгісіз. Бұл жігіт ойнай ма, ойнамай ма, бірақ ол факт. Осы ойын сол қапталды Интерға қарсы да, Реалға қарсы да жақсы өзін көрсеткен. Екі үлкен ойында өзін көрсете білді. Демек, бұл прогрестің белгісі деген сөз деп ойлаймын. Бірақ сонымен қатар Реал оң қапталмен мүлдем шабуылдаған жоқ. Иә. Осымен бізде Хаббл компаниясының алған статистикасы рет аяқталды. Енді кезекте видеоларға көшеміз. Мұнда да біраз талқылайтын дүние бар. Мына жерде Дани Ольмо шабуылдап жатыр. Бірақ қараңыздар, бірінші таймда Арда Гюлер жақсы позицияда футбол қарап отыр. Билеттер қымбат билеттер, сол себепті ол асықпай Барселона шабуылдарын жақсы позициядан қарап отыр. Мына жаққа Рафиня да қысты, Ферран Торрес та қысты, және де бұл жерде қателеспесем Ямаль. Осы үш жігіт қараңыздар, қаншама Реалдың ойыншысын өзіне тартып алды. Және ортада ойнаған Реалдың барлық ойыншылары Севальес, Вальверде, Джуд Беллингем осы ойында білмеймін неге екенін мына зонаға, айбалаңындағы зонаға қатты ығысып, сол жерді қатты бақылауға тырысты. Білмеймін, мүмкін Анчелоттидің берген бұйрығы шығар, ойынға берген жоспары шығар, осы жерден соққы жасамаңдар деп. Сол себепті ойыншылардың көбісі көріп тұрғаныңыздай ақ жетедегі ортаға қарай ығысып, тек мына жерде футбол қарап қалған бір екі жігіт бар. Дани Ольмо доп келген кезде, қазір көрсетемін сізге ары қарай. Жерар Мартин алып қойдым. Бұл жерде Торрес, Рафиня ортаға ығысады, сол кезде Жерар Мартиннің қапталы бос қалады. Мартин допты қабылдап, бұл жерде қателеспесем кросс жасайды, яғни прострел бола ма? Бұл маңызды емес, басты идея бір қарап тұрсаң, Реал мен Барселона схемалары ұқсас қой, екеуінде де 4 қорғаушылар. Яғни қапталда, оларда Барселона қапталда преимущество дейміз ғой, болмау керек.
бірақ осы ойында преимущество болып қойды. Неге? Бірінші кезекте себебі Арда Гюлер бірінші таймда ұйықтап жүрді футбол қарап. Екінші кезекте Реалдың ойыншылары, Барселона ойыншылары айбалаңына ортаға қарай көп кірді. Реалдың ойыншылары оларды сан жағынан басымдық болу үшін олармен бірге еріп кірді. Бұл эпизод осы басымдылық туралы және де Реалдың қорғаныста қалай ойнағанын білдіреді. Ойынның 14-ші минуты, бұл жерде Мбаппе негізі гол соғып кетті, пенальтиден соқты, оның саралайтын ештеңесі жоқ. Айбалаң ішінде нарушение болды. Содан кейін Мбаппе өзінің пенальтиін бұрындай білді. Әрі қарай ойын өрбеп жатыр. Бұл жерде неге назар аударамыз? Барселона шабуылда Доппен Ямаль. Иә, Доппен Ямаль бұл жерде. Және де Ямальдың бұл жерде негізінде Доппен ортаға қарай ығысқан реті, бірақ мен білмеймін неге екенін, өз-өзіне қатты сеніп қалды ма, әлде бапкердің сонда бұйрығы болды ма. Мына жерде олда бас шығаруға, бұл Эрик Гарсияға бас шығару мүмкіндік болады. Жақсы бір миллисекунд пауза болады да, мына жерде Вальверде Ямальға қарай ығысып жатыр, өзімен бірге Реалдың қорғаушысын, сол жақ қорғаушысын алып кетті. Мына жерде пас шығарған кезде бұл жерде бұл шабуылдың логикалық жалғасы болар еді. Бірақ Ямаль не істейді бұл жерде? Ямаль допты ортаға қарай алып жүреді. Және де бұл жерде оны бірден Реалдың екі ойыншысы күтіп алып, топ тартып алады. Дәл осы жерде тамаша контратака басталады. Бұл контратака қалай басталады? Оң жақта ойнаған Васкес міне көріп отырғаныңыздай мына позицияда қалып қойды. Жоқ, Винисиус, иә. Доп тартып алғаннан кейін Винисиусқа пас береді. Винисиуске қапталды өзі қалып қояды да. Асықпай кофесін ішіп, басын көтеріп, Мбаппені қарап, әдемі пас шығарады Мбаппеге. Мбаппе бірге бір шығып, есепті еселейді. Бірақ бұл жерде тағы да Ямальды атап өтеміз. Негізінде Ямаль енді өте шебер ойыншы. Оны Мессиға көп ұқсатады негізінде. Сарапшылар да, жанкүйерлер де Мессиға ұқсас желдер бар негізінде. Әсіресе жеке шеберлігі дриблинг арқасында. Бірақ Мессидің бір айырмашылығы бұл жерде Месси доп жоғалтпайтын еді. Міндетті түрде. Ямаль дәл осы жерде доп жоғалтады. Енді түсінікті жас ойыншы болған соң Барселона жеңіліп жатыр, алға қарай жүгіру керек, міндетті түрде қарымта гол соғу керек. Бұл жерде доп жоғалған мүмкін сонымен түсіндіруге болатын шығар. Себебі мына жігітті Эрик Гарсияны бір өзі қалып қойған оң қапталды қалай көрмеуге болады. Ямаль сияқты деңгейдегі ойыншылар бұны көру керек негізінде, көру тиіс. Мен ойым сол осы моментке байланысты. Дәл осылай есеп 2-0 болады. Шыны керек, есеп 2-0 болған кезде мен андай сезім болған жоқ, бір Барселона жеңіліп қалады ау деп. Бұл енді кейбір жаңа нелер бар, қалжың әңгімелер. Барселона негізі ойынды 2-0 бастаған ыңғайлы деп. Сол кезде қызық болады оған футбол ойнаған деп. Барселона 2 гол соқпа дейді ғой негізі жеңген. Ашуландырмас үшін ба? Енді осыдан кейін шығып жатыр. Көрермендерді енді осы жылы енді Барселона әр чемпиондар лигасы матчтарында да 2 гол жіберіп алып ойынға қайтадан оралған жақсы көреді. Соған үйреніп те қалған сияқты өздері. Сондай ойын көрсетті кеше. Бағдарлама басында айтып өттік, бұрыштамалар жағынан Реал дайын болмаған сияқты да бар оған бұрыштама болды. Барселонада бұрыштамалар саны көп болды. Қазір мысалы 19-ші минутта бұрыштамалар көрсеткіш бойынша 6-0. Барселона бұрыштамалар дайындағаны көрініп тұр. Және де бұл эпизодта Гарсияның қарымта голы қалай болғанын есіңізге түсіріп кетейік. Жақын бұрышта бұл Ферран Торрес. Ферран Торрес па? Ферран Торрес болу керек, иә. Керемет алға қарай ойнайды, на опережение, және де Гарсияға пас шығарады, және де бұл жерде Гарсия оңай есепті гол соғады. Өз мүмкіндігін пайдаланып. Барселона осындай әрекет үшін, оның стандарт дайындаған үшін негізінде мақтап айтуға болады. Қақпаның зонасында енді қаншама Реалдың ойыншылары тұр, бірақ олар контрольді жасамайды. Бәрін ұстап атқан тек қана Барселонаның ойыншылары. Гарсия сол үшін қосылып жатыр, бұл домашняя заготовка, үйдегі жұмыс. Беске істелінген. Бұл жерде енді Ферран Торрестің артынан ілесу қиындау, бірақ мына зонадағы ойыншылар бақылау тиіс. Бар болғанын қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ақжиде келген 6 ойыншы, 2 ойыншыны жауа алмай тұр ғой сонда. Иә. Тағы да бір эпизод, бұл да бұрыштама. Бұл жерде гол соғылмайды, бірақ тағы да Барселонаның осы ойынға дайындаған стандарттар
қандай болды. Мхм. Осы топқа көңіл бөлеміз, және де мына тұрған жігіт, бізге жақын тұрған жігіт қазір ең алдымен осы жерде осы позицияда тұрады да, оны реалдың ойыншысы бақылап тұрғандай болады. Бірақ доп енді беріп жатқан кезде ол ана жерге ығысады да, блок жасайды. Блок жасаған кезде ана қарап отырсаңыз арғы бұрышта негізінде 2-2 тұр. Реалдың әр ойыншысы Барселонаның әр ойыншысын бақылап тұр. Мына жерде де мына блок жасайтын ойыншының қасында да негізінде Реалдың ойыншысы тұр. Бірақ ол именно заранее ығыспай ана жерге, доп енді берген жатқан кезде ығысып, ана жерде тұрған 2 ойыншының біреуіне блок жасайды, сосын Барселонаның ойыншысына соққы жасауға мүмкіндік болады. Алып баратқандай бір құйтырқы әрекет емес, күнделікті футбол жасалатын заттар, бірақ Барселона орындауында бұл оп-оңай өтіп тұр да. Оп-оңай өтіп тұр. Реал бұған дайын болмады, шыны керек. Бұл жерде соққы бағытталады, гол соғылмайды, бірақ өте қауіпті болады. Ойынның 32-ші минуты. Тағы да жігіттер неге назар аударамыз? Барселона әдеттегідей емес, басқаша ойнады, айтып өттік оны. Айып алаң ішіне бірден 4 ойыншы кіріп жатыр. 5-шісі Ямал тұр негізі, кіруге дайын. Бұл жерде Ямал тұр, бұл жерде Гарсия, Эрик тұр, подборға. Тағы да бір айтып өтем, мен қоятын сұрағым, неге Реалдың ойыншылары осыншама көп неде орта қарай ығысады количествода? Түсінбедім мен. Негізінде мысалға Барселона 4 ойыншысы кірді ма, олармен бірге Реалдың 5 ойыншысы болу керек, ал бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 ойыншы, ана жерде тағы 7-шісі кіргелі тұр. Честный преимущество жасағысы келді. Мына жерден орталықтан соққы бағыттағы тырыспады. Бірақ қапталдарда 1 ойыншы, ана қапталда Жерар Мартин 2 ойыншы қалып қойды. Бұл теория ғана, мүмкін Ламин Ямал мен Педридің алыстан соққылардан қорыққан сияқты. Білмеймін. Бірақ дегенмен қазір эпизод көрсетемін сізге. Міне, қысқа ғана ненің ішінде бірден белсенді түрде шабуыл жасаған ойыншылар Торрес, Педри, Ольмо. Бірақ ана жерде тағы бір ойыншы алып қойды. Мына жерде Ямаль қалып қойды. Ямаль Барселонада соққы жасайтын ең қауіпті ойыншы. Бұл жерде не болады? Ольмо доппен ығысады да, Ямаль әлі де бос бір өзі тұрып қалады. Ямальға пас бере салады, Ямаль бір соққымен допты қақпаға бағыттайды. Білмеймін, бұл соққыны мен немен теңеймін? Ямальды бірге шығарып бергенде бірдей ғой. Мұндай мүмкіндіктер Ямаль жібермейді. Сондықтан да бас сұрақ, неге Реал бұлай ойнады? Неге үлкен көлемде осындай зонада, кішігірім зонада олар численное преимущество дейміз ғой, сан басымдылығын жасағысы келді? Екінші теория. Менің ойымша, олар түсініп тұр. Әрбір дуэльде Ямальды алсақ, оған қарсы Фран Гарсия ойнады. Ортада Асенсио және Ферран Торрес. Оң қапталда Лукас Васкес, Рафиньяға қарсы. Оны түсініп, Реал әрбір дуэльде ұтылып тұрғанда, индивидуальный класты салыстырсақ та, сол үшін олар компактны ойнайды, мүмкін сонда бірден шығады деп. Мен ойымша бұл паника. Реалда қазіргі таңда паника. Мүмкін. Көрсеткіш. Бұл ретте бірақ Дидар Барселонаның ойыншыларының да көп саны бойынша жаңағы бірнеше ойыншылардың айып алаңына кіруі, бұл да жаңа дүние. Негізінде ол Интермен болған ойындарда, оның алдындағы Эль Классикада, Кубокта болған финалда да ондай болған жоқ. Барселона олай 3-4 ойыншы бірден айып алаңына кірген жоқ. Бұл мүмкін айып алаңынан ішінен шабуыл жасаудың ойы емес шығар, реті емес шығар. Мүмкін бұл қорғаушылардың, ойыншылардың, Реал ойыншылардың өздеріне қарай тартып алу, және де осындай бос кеңістікте қалып қалған ойыншыларға соққы жасауға мүмкіндік беруге дегендей Хансликтің жоспар дегендей ойлап тұрмын мен, соған келтіріп ойлап тұрмын мен. Примерно деп айтқандай. Бәлкім солай. Бірақ білмеймін енді осыншама негізінде шабуылдап тұрған 3 ойыншы ғой, 3 ойыншыны бұл жерде 6 ойыншы ұстап тұр. Ана жерде Рафиня атап өтпеуге болады, себебі Рафиня жаңа опасный зона дейді ғой, соққы жасайтын зонаға кірмей тұр. Бірақ Рафиня мен Ямаль бір өздері қалып қойды. Қызық сәттерлегі жалғасуда бірінші таймда, және де мына ортадағы эпизодқа, қақтығысқа баса назар аударамыз. Бұл жерде не болып қалады? Негізінде бұл жерде сол жақтымен болған шабуыл
Реалдың ойыншысы ортаға қарай пас шығарады, және де бұл жерде допқа бір-бірімен түсініспей екі ойыншы келіп қалады. Бұл қателеспесем Севальос пен Мбаппе. Негізінде Севальос бұл жерде Мбаппеге допты қалдырып жатыр, бірақ оның артынан ілескен Педри Мбаппенің не істейтінін біліп оқып тұрды. Мбаппе менің ойымша ортаға қарай ығысып шабуылды қапталға ауыстырғысы келді деп ойлаймын. Себебі мына жерден оның Мбаппенің допты алғаннан біліп, мына жерде Васкес шабуылға қосыла бастады. Ол да Васкесте күткен болар. Қазір Мбаппе допты тоқтатып, шабуылдың легін оң қапталға ауыстырады деп күткен болар. Сол себепті осы жерде қазір Педри Мбаппеден допты тартып алады. Реалға синергия жетіспейді, ол да түсінікті ғой. Енді кім финалдан кейін бүкіл құрамды қайтадан өзгертіп, басқа ойыншылар шығарып, кішкене расстановканы да өзгертіп, бірінші матчта финалда кім ойнады? Родриго шықты ғой. 4-3 жүйесімен ойнаған. Осы кезде 4-4-2 бүкіл фокусты сол қапталға ауыстырған Реал. Және де бұл мүлдем басқа философия, басқа стратегия. Содан сондай қателіктер болып тұрады. Және де Васкес мына жерде жартылай позицияда қалып қойғандықтан енді Рафиня қараусыз қалды. Бұл жерде Педри не істейді? Педридің жейтін наны ол. Ана тұрған ойыншыны бос ойыншыға бере салады. Рафиня бірге бір шығады, гол салады. Сөйтіп барса алдыға шығады. Оп-оңай эпизод. Қайталап атам. Негізі бұл эпизодты досконально талдайтын болсаң, бір вывескеге қарамай, афишаға қарамай отырсаң, бір жастар футболындағы ошибкалар баланың қателіктер ғой, жас балдардың қателіктері сияқты болып көрінеді. Мен үшін бұл жат дүние да, бұндай деңгейде негізінде бұндай қателікті жібермеу керек. Бұл ретте тағы да Реалға айтылатын сын. Неге олай ойнайды олар? Неге олай ойнайды? Неге бір-бірін түсінбейді? Осындай Барселонаға қарсы, шаршап тұрған Барселонаға қарсы. Жаңа ғана Интерде Милан қарсы ойнаған болатын чемпиондар лигасына. Ұшып кеткен, 120 минут ойнап тастады. Вальядолидқа қарсы ойнаған. Бұдан бұрын финалда ойнаған Реалға қарсы. Қайтадан басталады әр түрлі эксперименттер. Бұл эксперименттер нәтижені әкелмейді. Карло Анчелотти. Бұл жерде де қайтадан Реал масқара детский қателік жібереді ғой, жастар футболында қателік. Бұл жерде енді қателіктер топтамасы ғой негізінде. Бұл жерде енді Васкес тәжірибелі ойыншы, басқа шешім қабылдау керек еді. Себебі бұл жерде енді Барселона бірінші рет прессинг жасап жатқан жоқ қой. Барселона ойын басталғалы бері прессинг жасап жатыр. Рафинияның Red Bull ішіп алып көрініп тұр, жүгіріп жүргені, ойран салып ортаның барлығын. Интеграция. Соны Васкес түсіне тұрып, Рафинияның прессингісін көре тұрып, мұндай жерде пас бермеу керек. Болмаса қақпашы бере салуға болатын еді. Қақпашыға бере сал, ештеңе болмайды. Шығарып таста болды енді. Фантазияда керек емес қой. Асенсиоға береді, Асенсио допты тоқтата алмайды. Бұл жерде енді Асенсионың пульсын тексеру керек, 200 болған шығар бұл жерде. Топ жоғалтқанға қараған кезде. Рафиня допты тартып алады. Одан ары қарай бір қызығы. Реалдың ойыншылары бір гипноздың астында жүр ма? Мына жігіттердің барлығы футбол қарап тұрады. Бірақ Ферран Торрес бұл жерде түсініп қалады эпизодты. Мына Асенсио қателік жіберді ма, жүрде енді футбол қарамау керек, қосылу керек дейді. Ферран Торрес шабуылға қосылады. Рафиня Ферран Торресқа береді. Ферран Торрес Рафиняға қайтарады. Оп-оңай комбинациялы гол. Неден басталады? Тәжірибелі Васкестің қате шешімінен басталады. Соңғы видеомыз қалды. Негізінде көп қызықтың барлығы бірінші таймда болған ғой негізінде. Есеп 4-2 енді 70-ші минутқа таяп қалды. Екінші таймда мен байқаған маңызды нәрсе, бұл атап өттік қой, біздер екі ойыншы алмасады, ардагерлер мен ортадан Севальос кетеді. Олардың орнына тәжірибелі Брайми Диаз бен Лука Модрич шығады. Лука Модричтің шығуымен мүмкін Реал қорғаныста аса қатты қоспау мүмкін. Себебі Модрич енді түсінікті жас үлкен ойыншы, ол жылдамдық жетіспейді, кей кезде реакция жетіспейді деген сияқты. Бірақ соған қарамастан Лука Модричтің шыққаны Реалға бірінші кезекте ортада контроль бере бастады. Себебі Лука Модрич арқылы кей кездерде ойын ырғағын тоқтата біліп жүрді, ол хорваттық ойыншы кей кездерден керісінше алға қарай допты жылжыта біліп жүрді. Осындай ойыншының, оның алдыңғы шығарымда айтқанбыз, осындай плеймейкер шабуылдың ырғағын контроль жасайтын, шабуылды оң қапталдан сол қапталға ауыстыратын, сол қапталдан оң қапталға ауыстыратын ойыншы жетіспейді. Реал
бұндай бірден екі ойыншыдан айырылды. Бұл Тони Кросс және де қосалқы құрамға отырып қалған, жасы 40-қа таяп қалған Лука Модрич. Осындай ойыншылардың жетіспегендіктен Реал шашылып құлдырап қалды ортасы Реалдың. Мбаппенің 3-ші голы негізінде осы Модрич пен Брайми Диаздың еңбегінің арқасы ғой. Бұл жерде қараңыздар, Барселонаның жақсы қорғаныс сызығы бұзылады. Бұл жерде Мартинес қателеспесем, бұл Реал ойыншыларының жылдамдығын қорқа тұра Брайми Диаздың жылдамдығын қорқып бірден артқа қарай ығыса бастайды. Сол себепті офсайд бұл жерде болмайды. Және де бұл жерде Брайми Диаз негізінде осы Брайми Диаздың кішігірім әрекеті ретінде, әрекеттің арқасында, тағы да қосып өтейміз, әрекеттің арқасында Реал 3-ші гол соғады. Себебі мына қозғалыс болмаған кезде, мына Мартинес те қозғалмайтын еді, ол мына линияны сақтап тұратын еді, бір сызықты. Демек, мына екі жігіт Мбаппе мен Винисиус офсайдқа түсіп қалатын еді. Демек, гол болмайтын еді, саналмайтын еді гол болса. Және де бұл жерде енді кім үшін, Модрич үшін қарапайым арифметика, бірге бір қосқандай сияқты, ол бірге бір шығарып береді. Бірақ Брайми Диастың әрекетін айтады керек. Допқа өз жанаспаса да, допқа тимесе де аяғы. Бір қозғалыстың арқасында Реалға 3-ші гол соғуға мүмкіндік жасап беріп тұр. Ойынға керек динамиканы әкелді ғой өз Брайми Диас. Өйткені бұл ардагерлер расында бірінші таймда біз оны көрмей қалдық мүлдем. Жалпы ойынға келетін болсақ, тактика жағынан осы қорытындылайтын болсақ, мен көрген алдыңғы ойындардан, классикалардан, алдыңғы Барселона мен Реалдың ойындарынан көрген ерекшелігі, бірінші кезекте бұл ойында Ханс Флик Рафиньяны ортаға қарай шамалы ығыстырды, Ферран Торресқа жақындатып. Демек, Рафиньяда Реалдың айып алаңына жиірек кірсін деген мақсат болған сияқты. Ол жиірек кірген кезде жартылай тіреуші жартылай қорғаушының біреуін немесе Лукас Васкесті өзімен бірге алып кетеді әрдайым. Бұл деген жақсы бастама, себебі сол қаптарда Жерар Мартин қалып қояды. Әсіресе ұйықтап жүрген ардагерлердің қасында. Бұдан бөлек Рафиньямен қоса осы ойында айып алаңына басқа да ойыншылар көбірек кірді. Бұл Барселона стилінде емес. Негізі Барселона айып алаңның сыртынан соққыларды көп бағыттайтын команда негізінде. Және де әдеттегідей бар оған екі ойыншы кіреді айып алаңына. Бұл алмаса Левандовский, алмаса Рафинья. Ойын сол қаптада өтіп жатса Ямаль кіреді деген сияқты. Ал бұл ойында бірден 3 ойыншы, 4 ойыншы кіріп, өздерімен бірге бірден Реалдың 5 ойыншысы, ямаса 6 ойыншысының назарын аударып алып тұр. Өйткені Камавинга да жоқ. Чуамини қалып тұр, ол орталық қорғаушы ретінде шығып жатыр да. Оны түсініп Барселона разрывтар болады. Сызықтың ортасында қалып қоятын ойыншылар да бар. Ольмо рывок істесе оның артынан кім Асенсио баратын болады. Соған упор істеп, оған қарап Барселона әрине бос аймақтарды тауып шықты. Голдар саны жағынан да, шабуылдар саны жағынан да, тактика жағынан да Ханс Флик бір бас жоғары болды Анчелоттиға. Бұны мойындау керек. Енді қанша жерден Реалдың фанаттары ренжісе де, ренжісін енді, бірақ командалардың қазіргі жағдайлары сол. Бұл команда қорғаныста қорғана білмейді, бірақ алдыда Мбаппе мен Винисиустың жеке шеберлігінің арқасында, қасиеттерінің арқасында, үздік қасиеттерінің арқасында олар шабуылдай білетін команда. Қазіргі кезде сондай команда болып тұр енді. Хаби Алонсо келгеннен кейін жүйе болады міндетті түрде. Ол Хаби Алонсоны 4 қорғаушыдан 3 қорғаушыға ауыстыра ма? Өзі Байерда ойнап үйреніп қалғандай. Онымен бірге қандай трансферлер болады? Себебі оған ортада бір плеймейкер керек, Гранит Джака сияқты ойынның ырғағын жүргізе білетін, пас бере білетін, ойын алаңды көре білетін бір ойыншы керек болады. Реалда сондай ойыншы жоқ. Қазіргі таңда жоқ. Яғни Тони Кросс болған, Тони Кросс кеткенде қазір жоқ ондай ойыншы. Камавинга сондай мәнерде ойнай алмайды. Рюдигер келесі маусымда ойнаймын, ойнамаймын белгісіз. Әлі де. Милитау қашан қайта оралады, Алаба бабында емес. Лукас Васкес туралы енді сапасы төмен. Дани Карвахаль енді 33-те ме, 34-те ме, нешеде өзі? Ол да жас еп қалды ғой негізі. Менди енді лазареттен шықпайды. Демек, бірінші, мен енді Хаби Алонсо келгеннен кейін қазір
Реал президент барысында бас ауруы екі есе көбейеді, себебі бірінші кезекте трансфер жасау керек, қапталдағы ойыншыларды алу керек, ортадағы жарты қорғаушыларды алу керек. Енді шабуылшылар легіне алаңдамайтын болсаң, енді Мбаппе бар, Винисиус бар, Джуд Беллингем бар деген сияқты жетерлік да, шабуылдағы ойыншылар. Эндрик бар, жас ойыншылар легіне алатын болсақ. Ал осы орталықта және де қапталдағы ойыншылар меніңше бас ауруы болады, және де Реал осы жазғы трансферлік терезеде ең басты мақсаттар сол болады. Мүмкін Байерден де бір екі ойыншы ауысым мүмкін деп ойлаймын мен. Фримпонг сияқты, Гримальдо сияқты біреулер ауысым мүмкін деген. Тренд бар ғой. Сондықтан Фримпонг келмейтін шығар. Менің ойымша соңғы 15 жылда ең үлкен бір реформация болатын шығар Реалда. Кадровый чистка десек, сол өтетін сияқты. Сибалес, Васкес, Асенсио туралы айта алмаймын. Алаба түсінікті. Бір минимум 5-6 ойыншы келетін сияқты. Әсіресе бұл жартылай қорғаушылар мен қорғаушылар. А кейін чемпионат басталғанда, егер де кім білет нәтиже болмай қалып жатса, кім білет нәтиже болмауы да мүмкін ғой. Бұл реформация, перестройка болады, Хаби Алонсо келеді деген сияқты. Нәтиже болмай қалып жатса, бұл жерде енді бір дүниені бақылау керек. Хаби Алонсоның жүйесі жеңеді ма? Әлде Мбаппе мен Винисиустың жеке шеберлікте шеше ма? Или олардың жұлдыздығы? Жоқ, бұл жерде енді ойын болмаса біреулер кету керек қой. Алмаса Мбаппелер өзінің жұлдыздығынан қайтып, жақсы Хаби саған көне қоямыз деу керек. Алмаса Хаби өзінің жүйесінен ары қарай ысырып тастап жүйесін, ана екі ойыншыға еркіндік беріп, соған қанағат болуы мүмкін. Жалпы енді Реалдың ойыншылар жайы біздің енді Қазақстанда көп сарапшылар айтып жатады ғой. Винисиус Сауд Арабияға жүру керек дейді мысалға. Келісесіз бе? Жоқ, топ, әлі де топ. Бірақ оны қалай позицияны табу керек қой. Ойынға енгізіп, ол өте күрделі жоба. Жоқ, негізінде егер де Чаби Алонсо өзінің ойынын қоя білсе, онда Винисиус оны қапталда ойнай алмайды ғой. Себебі Алонсода қапталда ойнайтын ойыншы жоқ. Онда Винисиус шабуылшы болады, болмаса инсайд болады. Яғни орта қарай мүмкін дуэт ретінде шабуылда қала берсін да. Одан кейін жартылай қорғаушы. Дәл сондай схемамен қазіргі таңда Байер ойнап отыр ғой. Көреміз. Екі латераль, үш орталық қорғаушы. Жалпы Реалдағы осы маусымдағы болсын, чемпионаттың соңындағы болсын бір қызық дүние, бұл туралы әлемдік аналитиктер жазып жатыр. Винисиусқа жаңа позиция ойлап тапты да, бұның аты Вингер плеймейкер. Вингер плеймейкер. Себебі Реалдың ойыншылары алаңдағы Винисиус іздейді, Винисиус ары қарай Мбаппеге шығарып береді. Дәл сол болып кетті ғой. Демек, бұл Винисиустың тек қана шабуылдау емес, алаңды көре білу, керек кезде пас шығару, тайминг дейді, тайминг деген өте маңызды зат. Және де Мбаппемен түсіністігінің жоғары деңгейде екенін атап өтеді. Жалпы енді Испания чемпионатындағы енді ең қызық ойындардың бірі болды. Және қалай ойлайсыздар, енді Барса треблдан енді қош айтысты, білесіздер. Қазір енді толықтай назар осы ойындарда. Және екі команданың да алдында енді 3-тен ойындар қалды, 3-3-тен. Жалпы Барса енді чемпион болады деуге енді жалпы Фликтің өзі айтты. Толыққанды мен сенімсізбін әлі, өйткені алда ойындар бар. Босаңсымауымыз керек деді. Енді өздеріңіз ойларыңыз айтар. Реал Мадрид чемпион атану мүмкін бе бұл чемпионатта? Осындай ойынмен. Бәрі біткен сияқты. Барселонада 2 ойын бар, енді 2 мықты командаға қарсы. Бұл Атлетик пен Вильяреал, Эспаньол қарсы ойнайды. Бірақ 7 ұпай бұл үлкен гандикап. Мен де солай ойлаймын. Барселона лига чемпионатынан шығып қалды. Демек, бұл алаңдайтын басқа зат жоқ қой. Сол қалған ойындарға жиналып, Барселонаның класы бар. Барселона қазір таңда айтты, оның алдыңғы бағдарлама айтып өткендей, рок-н-ролл команда. Сен оған 3 гол соқсаң, ол саған 4 гол соғады. Сен оған 5 гол соқсаң, ол саған 6 гол соғады. Олардың шамалары бар ондайға. Әсіресе Испан чемпионатына. Мүмкін бұл жаңа қасиеттері чемпиондар лигасына жетпеген болуы мүмкін. Бірақ Испан чемпионатында қазіргі таңда Интер сияқты қарсылас жоқ қой енді. Сауатты орыннан келетін. Атлетика бар. Атлетика бар. Бірақ Атлетиканы енді көреміз. Қызық бұл жерде интрига сақталсын, Атлетикамен қалай ойнайтынын көреміз. Реалда осындай ойынмен жеңіп жатыр ғой Ла Лигада. Бір Вальядолид болсын, Валенсия ұтылды. Бірақ басқа командаларды.
Тактикалық дүниелер болды, олар көп болмады. Жалпы енді голдар жағынан, атмосфера жағынан, шабуылдар жағынан әлемдегі бүкіл жанкүйерлердің көңілінен шыққан болатын шығар. Тактиканы саралай білетін, тактиканы жақсы көретін адамдар үшін бұл аса қатты маңызды ойын болмады шыны керек енді. Себебі Реал осал, Барселонаның қатты мықты осал жақтары да белгілі, жаңа дүниелер көп болмады деген ойдамын мен негізінде. Ендеше енді Реалдың жақсы ойындарын алдағы жылдар күтуіміз керек, күтетін де шығармыз. Шынында да Реал бұл Барсаның жанкүйері айтып отыр. жоқ енді осындай қарсылас таныту жақсы ғой негізі. Кем дегенде бір қарсылас болу керек қой чемпионатта. Мен соны айтқым келіп жатыр, Нұркен аға айтып жатқандай. Енді үлкен өзгерістер болады, жаңағы сіздер талдап өткендей. Енді Барселона өзінің деңгейінде ары қарай енді ойындар жалғастыратын да шығар. Осылай енді біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтайық. Өте жақсы студияда мәліметтер талқыладық. Кешегі енді жарқын ойынның керекті енді детальдарына маңызы шолып өттік деп ойлаймын. Қымбатты достар, ардақты көрермен, бұл шығарылымға лайк басыңыздар, репост жасаңыздар, және біздің осы комментарий бөлімінде бұл біздің айтқан пікірлерімізбен келісесіздер ме, және Реал командасынан не күтесіздер алдағы маусымда, соны да жаза кетіңіздер. Және бұл командаға дәл уақытта қандай ойыншылар қажет, оны да жазыңыздар, біз міндетті түрде оқып келесі бағдарламада айтатын боламыз. Футбол сүйер жанкүйер, осымен бағдарламамыздың соңына келдік. Назарларыңызға мыңда бір рахмет. Жаңағы айтқан дүниелерімізді айтпай істеп қойыңыздар. Келесі кездескенше.